штаттық жаңағы неміз бар ғой, шектеуіміз бар ғой, соған сай алып әйтпесе жаңағы жастыншы куәлігін алған кез келген баламызды жұмысқа алуға әзірміз. Бұның бәрі кешенді түрде ескерілуі керек болып Иә. тұр. Оның бірі жаңағы стандартқа байланысты мемлекеттік қандай бір Балалар әдебиетін ешқайсысы ойлай бермейді. Және бізде балалар әдебиетіне деген көзқарастың өзі де кішкене бір балаға қараған сияқты қарайды ғой. не Балаға арнап жазу оңай сияқты көреді де, жаңағы жаза салады деген сияқты. Сондай пікірлер болғаннан кейін жастар көп келе бермейді. жаңағы ауыл баласы, қала баласы, ауыл адамы, қала адамы деген сияқты осы пропорция ескерілу керек пе? Бірақ бүгінгі тақырыптар да керек. Енді балалардың өз ішіне барып, өзінің әлеміне барып енбесе ол шығарма болмайды. Бірақ ең қиыны тақпақ жазу. Ол тақпағың қиын болатын себебі анау жаттатып отқан баланың санасына бірден жетіп жаттап бір-екі қайталана жаттап алатындай болу керек қой. Армысыздар, құрметті көрермендер. Сәті түскен сұхбаттың бүгінгі қонағы Ұлан Республикалық газеті бас редакторының орынбасары, ақын, жазушы Аслан Тілеген мырза. Қош келдіңіз. Бүгін бір жаңалықты таныстыра кетейік. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында қазақстандық жас жазушылар мен ақындар үшін президенттік арнаулы әдеби сыйлығы және Айбоз ұлттық әдеби сыйлығы бүгін табысталған болатын. Марапаттау рәсімі өтті. Біздің қонағымыз осы марапаттау рәсімінен жаңа оралып келген беті. Құтты болсын. Рахмет. Сіз балалар әдебиеті бойынша осы арнаулы сыйлыққа, жаңағы марапатқа президенттің лайықты деп танылып отырсыз. Енді Жаз атамның ауылында деген жаңағы өлеңдер жинағы үшін алып отырсыз. Бұның өзі мынау жалпы сіздің шығармашылығыңызға деген, жалпы мынау балалар әдебиетіне деген мемлекеттің ықылас қамқорлығы деп білеміз. Енді өзіңіздің шығармашылығыңыз туралы, жалпы осы шығармашылыққа қалай келгендігіңіз, осыған бағыт жасаған ұстазыңыз кімді санайсыз, сол туралы бір таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Ұстаз жағынан келгенде көп адамды да өзің оққан көп кітапты да айтуға болады сияқты. Жалғыз ғана бір мектептің мұғалімі болмаса алдыңдағы аға буын емес. Осы бағытта өзіңе не әсер етті, соның барлығын ұстаз деп есептеймін. Әлбетте оның ең алғашқысы сол кітап шығар, енді бәріміздің ұстазымыз. Бала кезден кітапқа құмар болғаннан кейін айналамыздағы мұғалімдеріміз де ықпал етті. Оның ішінде бастауыштағы апайымыздың өзі бір қызық тапсырма беріп, сендер осы өлең жазып көріңдерші деп, сол қызық болған. Төртінші сынып оқимыз ғой кезде. Сыныпта 3 бала едік, кішкентай ғана ауыл. Сөйтіп үшеуің туған жер деген өлең жазып көріңдерші деп кетіп қалды. Шағын ғана ауыл еді. Кішкентай ғана ауылда өзі апай мұғалім тапсырмасын беріп, үйін шаруасына кетіп қалатын, сондай ауыл болатын. Сөйтіп кетіп қалды да, үшеуміз жаққа қарап отырдық. Өлең деген не, қалай жазылады деген сияқты. Сол қызық болды, содан бастап әйтеуір жаздық та, сосын баласың ғой енді ол кезде. Содан тоқтамай үйге барып, дәптер толтырып, өзімізше ақын екенмін деп. Солай басталды. Жалпы енді үлкен қаламгерлердің де өзі солай басталады деп ойлаймын. Себебі қазір енді өзім балалар басымда жұмыс істеймін. Сол кезде архивті қарап отырсақ, қазіргі мүйізі қарағайдай ақын жазушылардың өмірде өтіп кеткені болсын, қазіргісі болсын, классиктердің көбі бала кезінде сол Ұлан газетіне, кейін бұрынғы Қазақстан пионеріне хат жазып, өлең жазып, бәрі де солай бастаған екен. Енді сол жағына келгенде мұғалім де сол кездегі айналаның барлығы жалғыз біз ғана емес, бәріне ұстаз болады деп ойлаймын. Бірақ бізге жаңағыдай сол өлең жазуға тікелей ықпалы болған сол енді апайымыз болды. Ол кісінің есімі кім еді? Расжамал деген апайымыз, бастауыштағы мұғалім, өзі бір қатал мұғалім болды. Әлі күнге дейін осы жүрген жерімде сол кісіні айтып жүремін. Себебі мүмкін сондай бір тапсырма болмаса, мүмкін басқа бір салаға кетер едік деген сияқты. Дегенмен сол кісінің ықпалы болды. Сөйтіп жаңа үйге барып тоқтамастан жазып,
папамның үлкен ағасы бар еді, сол кісі келіп бір тіл нан берді, арасына нан жеп жазсаң күшті жазасың деп қояды. Солай сөйтіп бастаған өзі бала кезде. Содан әйтеуір кітап оқуға қызығып. Енді жаңағы ұлан газеті деп қалдыңыз ғой. Бұл енді жаңылмасам 1930 жылы құрылған газет болу керек. Қазақстан пионері әу бастағы. Бұл енді республикалық мына балалар басылымдарының енді ең ағасы деп айтуға болады ғой, ғасырға таяп қалған. Осы ұлан газетінің бүгінгі тыныс тіршілігі жайлы бір әңгімелейікші. Иә, шынында үлкен тарихы бар басылым. Былтыр ғана 95 жылдығын дүркіретіп атап өттік. Биыл 96 жылға аяқ басты. Жаңағы айтқанымдай, сол бүкіл біздің Бейсу Қарағайдай ақын жазушыларымыз, оның ішінде басқа да саланың адамдары бар. Мысалы, Асқар Жұмалдаев біздің ұлан газетінің бұрын Қазақстан пионерінің тілшісі болған, жас тілшісі болған. Жас тілші десек, біздің газетке қатысы бар адамдар біледі. Кез келген балаға берілмейтін, сол газетке тікелей қатысы бар, жазып жүретін және жақсы жазатын балаларға беріледі. Жылына бір рет жас тілші деген арнайы біздің министрліктің мөрімен қолы қойылған куәлік беріледі. Ол 2-ның біріне берілмейді. Жаңағы айтқандай іріктеліп, сұрыпталып, 2-3 жыл жазып жүрген кәдімгі журналистика факультетіне барған кезде ұялмай жаңағы өзінің портфолиосын көрсететіндей, қолтаңбасын көрсететіндей деңгейге жеткен балаларға беріледі. Бұл бұрыннан қалыптасқан дәстүр кезіндегі Жалғасып келе жатыр, иә. Иә, бұрыннан қалыптасып әлі күнге дейін сол дәстүрін үзбей келе жатқан бір жақсы бір дәстүр. Мысалы, былтыр 8 бірдей жас тілшімізге осындай куәлік бердік. Енді оның сыртында жалғыз ғана ол журналист болам дейтін балаларды ғана қанаттандыратын басылым емес қой, әрине. Иә. Біз қазіргі балалардың бүкіл бар қызығы әлеуметтік желі, оның ішінде TikTok, Instagram болатын болса, баяғы совет үкімет кезінде сол кездегі балалардың әлеуметтік бар желісі, TikTok, Instagram сол Қазақстан пионері болған. Ол жерде неше түрлі айдар болған, бір-бірімен танысу, достасу, шығармашылығын екі бастан жарлау деген сияқты. Балалардың өз араларындағы мәселелерді, мысалы, мектеп кезінде сыныбында қандай мәселелер бар, соны жазып, соның бір шешімін тапса дейтін балалардың өзінің бір алаңы болған ғой. Қазір де әрине ол дәстүрден үзілген жоқ. Қазір де сол жолда, сол бағытта балалардың мәселесі, балалардың денсаулығы, шығармашылығы барлығы да жазылып, мамандармен бірлесіп жазылып, солай дайындалады материалдардың бәрі. Сол бұрынғы дәстүрінен әлі де айныған жоқ. Әрине енді өз ішімізде мәселелер жоқ емес, бар. Мысалы, тиражға байланысты деген сияқты, енді бүкіл басылымның, бүкіл баспасөздің басында бар мәселе ғой. Проблема, иә. Бірақ ұлан газеті сол бұрын қалыптасқан дәстүрінен, бұрынғы сол жолынан айныған жоқ. Әлі де сол талантты балаларды қолдау, балалардың кішкене жазуына дұрыстап, кішкене ары қарай дұрыс жазуына, дұрыс қадам басуына ықпал ету деген сияқты ол екі бастан жүзеге асып жатыр. Мысалы, оның бір дәлелін айтайын. Қазір бізде редакция құрамында 4 жас журналист жұмыс істейді. Соның 4-еуі де оқушы кезінде газеттің жас тілшісі болған. Яғни ұлан газеті өзінің кадрын мектеп кезінен дайындайтын ұстахана. Балалар журналистикасының, жалпы үлкен журналистиканы да ұстахана істеуге болады. Сол кезден дайындайды. Мысалы, біз жас тілшілерімізді университет қабырғасында-ақ жұмысқа аламыз. Мысалы, қазір 2 тілшіміз журналист, 4-ші курстың студенттер, олар қателеспесем 2-ші курстан бастап жұмыс істеп жатыр. Соған қарамастан, студент екеніне қарамастан, бұл бала білет, қалай жазу керек екенін білет, және жазу қалыптасқан мектеп кезінен деп ойланбай-ақ жұмысқа аламыз. Практикасының өзі осында өтіп жатады екен ғой. Енді біздің штаттық жаңағы неміз бар ғой, шектеуіміз бар ғой, соған сай алып, айтпесек, жаңа жас тілші куәлігін алған кез келген баламызды жұмысқа алуға әзіреміз. Бәрекелді. Енді газет туралы да сұрақтар бола жататын шығар. Енді ақыннан әрине өлең сұраймыз ғой. Бір өлең оқып жіберсеңіз. Бір өлең оқып жіберейін. Қазақтың бәрі білетін біздің ақынымыз Қасым Аманжолов нағыз жалындап тұрған жастық шағын
20-дан 25-ке дейін Орал қаласында тұрған. Өзім Оралдікімін. Сол қай бір жылы сол Қасым Оралда не істе деген газет істегенін білеміз, сен әрине облыстық газетте жұмыс істеген. Не жазды, қалай жазды, басқа аудандарға барды ма екен, соны бір-екі айдай архивте отырып ақтарғам. Сол кезде ақтарғаннан кейінгі жазылған бір өлең еді, Қасымды Оралдан іздеу деген. Шырын сезімнен ащы мұңдардан жылдарды кешкен жас күн нұрланған, дүниесінде тәкаппар ерке осында сенің жастығың қалған. Қаланың ерке майгүл кеші жастығым сүйген айыбым деші, арудың ақжал толқының құшқан шағаның осы жайығың досы, кешінде көңіл жағалауыңның қалды екен қанша жағада құрбың, сылдырап аққан жайығың осы күлкісіндей ме жамал арудың, мына бір іздер күшті бұланшақ түндегі көрген түсті бір аңсап, мұңдана басып жұмысқа кетіп сұлудан қайтқан ысқырып әнсап, аруды құшқан мұндай жүрекпен дүбірлейді кеп жыр бәйгі көптен, кештері сазды өзің ойнаған домбыра күзің сырнайлы көктем, сонау үйшетте жоқты нестермін, алаңысынды көп күрестердің, алаулап батып барады күнім, жалының беген отты кештердің, жастығай сіздің сайран көп болған, жағада көңіл қайрандап қалған, мен қазір сол бір боранды аңсаймын, өзіңмен бірге майданға аттанған, ақтарды мекен қала мұң шерін, кешықтың бекен қалауын соның, алдымда менің сырыңды бүккен, оралым менің, оралың сенің. Бәрекелді. Енді қазақ әдебиетінің, қазақ поэзиясының үлкен шыңдарының бірі Қасым Аманжоловтың енді Оралға қатысты үлкен тарихы бар ғой, енді отбасылық тарихы да, ары қарай енді Оралдың қызы деген сияқты сонда тамаша жыр. Енді мынау ары қарай балалар әдебиеті жайлы өрбітейік. Жалпы мынау балалар әдебиеті деген сөз халық ауыз әдебиетінен басталып жатыр ғой, бірақ дегенмен жазба түрінде біз енді балалар әдебиетін Ыбырай Алтынсариннен бастайтынымыз заңдылық. Енді Ыбырай Алтынсарин, одан кейін кешегі Өтебай Тұрманжановтар, кейінгі мынау Балдырғанның жаңағы шығарушылар болған мынау Әдібай ағамыз, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев дейміз. Осы кісілерден кейін енді мынау енді қазірде ағалардың көші әлі бар, жастар да келіп жатыр толқыныменен. Бізде мынандай бір сөздер айтады, балалар әдебиеті жоқ, бар, әлсіз деген сияқты әртүрлі енді көп адам болғаннан кейін әртүрлі пікірлер айтылады. Осының ішінде әдебиетке, осы балалар әдебиетіне үлес қосып жүрген, ішінде жүрген өз адам ретінде осы пікірлерге қалай қарайсыз? Қазір балалар әдебиетінің даму тенденциясы қалай? Рахмет. Осы кітап оқымайды, болмаса жаңағы балалар әдебиеті жазылмайды деген пікірлерді кітап оқымайтын адам айтады, байқауымша. Ештеңені оқымайтын, ізденбейтін, сол өзінің бір әлеуметтік желіде отырса, соған кездеспей ме екен, әйтеуір бәлде біреудің айтқанын айта ма, дақпырт қайырып айта ма, сондай пікірлер бар, бірақ ештеңе жоққа шығаруға болмайды. Себебі балалар әдебиеті жоқ болса, жазылмаса, жаңағы осы бүгінгі Айбос сияқты жаңағы президенттік арнаулы әдебиет сыйлығындағы номинациялар болмас еді деп ойлаймын. Оның барлығы сол балалар әдебиетін қолдаудан, оның ішінде жаңағы жастардың көбірек келуін қалаудан туатын шығар. Әрине енді балалар әдебиеті жөнінде көп дүние айтуға болады. Шынымен жаңа сіз айтқандай ол ауыз әдебиетінен бастау болады. Біздің ертегіміз бар, жұмбақ жаңылтпашымыз бар. Одан кейін жаңа өзіңіз айтқан Ыбырай Алтынсариннің, енді ол кісінің өзі де ол кезде балалар әдебиеті деп ойламаған, әрине сол мектепте жұмыс істегеннен кейін оқулық дайындау керек болғаннан кейін балаларға сондай бағытта жазған ғой. Ал енді кәсіби балалар әдебиеті жаңағы оның ішінде жанрларды қалыптастыру, көп енді балалар әдебиетінің ішінде жұмбақ жаңылтпастан бастап метаграмма, анаграмма деген сияқты неше түрлі жанрлар бар ғой. Соның кәсіби қалыптасуына осы шынында Балдырған журналы ықпал етті. Оны Қадыр Мырзаевтың бір сұхбаты бар, балалар әдебиетіне қатысты берген, сонда айтады. Кәдімгі көп дүниені біз сол кезде шетел әдебиетінің үлгілерінен алып отырып жасақтадық деп айтады. Шынында Балдырған журналы көп ықпал етті балалар әдебиетінің жаңағы кәсіби тұрғыдан дамуына.
енді сөйтіп келді де сол балдырған журналы көп ықпал етті. Оны жаңағы енді ол кездегі қаламақылар жақсы төленді. Жалпы журналдың да таралымы өте жақсы болды. Сөйтіп келді де 90-шы жылдардан тәуелсіздік алғаннан бастап жалғыз балалар үйіне қатысты емес, көп салаға да әсер етті ғой. Сондай кездерде мүмкін балалар басылымының, балалар кітаптарының жаңағы таралымының кенжелеуінен шығар, содан кейін де шығар жаңағыдай пікірлердің айтылуы. Бірақ енді жаңағы өз ішіндегі жанрлардың дамуы, балалар ретінде шығармалардың жазылуы ол тоқтап қалған жоқ. Құдайға шүкір. Замандастарым жақсы білемін. Бірақ балалар ретінде жастардың келуі кішкене кемшіндеу жағдай. Ол енді түсінуге болады деп ойлаймын. Ол өз басымыздан өтті жаңағы. Адам жас шақ кезде поэзиямен, прозамен көбірек ауырады, әдебиетте көбірек ауырады ғой енді. Жаңағы лириканы көбірек жазғысы келеді деген сияқты. Болмаса поэзияда өзінің бір жаңа бағытта жаңалыққа барғысы келеді, жаңалық жасағысы келеді де, балалар ретінде ешқайсысы ойлай бермейді. Және бізде балалар әдебиетіне деген көзқарастың өзі кішкене бір балаға қараған сияқты қарайды ғой. Иә. Балаға арнап жазу оңай сияқты көреді де, жаңағы жаза салады деген сияқты. Сондай пікірлер болғаннан кейін жастар көп келе бермейді. Менің өзім де сол поэзиядан жаңағы жастыққа тән бір жалынмен сол өзінше бірдеңе жазғың келеді, жаңағыдай ғой, сол өз жолын салғың келеді өзінше. Басқаша жазғың келеді деген сияқты. Үлкен жаңағы алдыңғы буын ағаларға еліктейсің. Сөйтіп жүргенде өзім балалар басында істеп жүргеннен кейін жаңағы сұраныс пайда болды. Балаларға басылым жаңағы тек қана мақаламен шектеле бермейсің, балаларға көркем шығарма беру керек болады. Сондай кезде жас қаламгер таппаймыз. Ал бізде жаңағы басшылықтан жастар көбірек шығарыңдар деп тапсырма береді. Өзім де сол сұраныстан кейін жазуға келдім, жазып көрейінші деп. Сондай кезде жаңағы айтқандай жастарды табу өте қиын болды. Енді үлкен кісілерді әрине түсінуге болады. Көп үлкен кісілердің ішінде жазатын қаламгерлеріміз. Бірақ ол кісілердің енді әр заманның өзінің тақырыбы бар ғой. Мысалы бүгінгі балаларға сол жаңағы тиктогын, инстаграмын, ютубты қатыстырып, қызықтырып, роботты қатыстырып бірдеңе жазбаса, баяғы ескі тақырыптармен тарта алмаймыз ғой енді. Тарту қиын, иә. Әрине керек енді бұрынғы тақырыптарымыз, ескі тақырыптар. Бірақ бүгінгі тақырыптар да керек. Енді балалардың өз ішіне барып, өзінің әлеміне барып енбесе ол шығарма болмайды. Жаңағыдай өз заманның шығармасы болмайды да енді балалар еті болғанмен. Сол жағынан келгенде енді оны жазатын жастар, балалар өздері күні кеше ғана бала болған балалардың тілін түсетін жастар, сөйтіп жастармен тікелей жұмыс істеуге тура келді. Енді өзіміздің замандастарымыз көбірек тартып, осы бағытта жазсаң деп тақырыптар да беріп жаттық. Сөйте жүріп өзіміз де жазып, оның ішінде балаларға жазудың жаңағы оңай емес екенін, терең деген сайын жаңағы қызық жанрлардың бар екенін, енді қиын шынында. Мысалы, өзінің жаңағы поэзияға жазып жүрген тәжірибеңді сол балаларға әдебиетіне салып жазып көруге болады. Сол моделімен. Бірақ оның ішінде жаңағы сенің сөзіңнің жеңіл болуы, жеңіл болғанымен қоймай көркем болуы, баланың ұғымына сай болуы, соның барлығы уақыт өте келе түсіндік. Енді бала да өзінің физиологиялық жағынан қалай тез дамыса, сана сезімді солай тез дамиды ғой. Мысалы, 1-ші сыныпқа жазған өлеңіңді 4-ші сыныпқа бере алмауы мүмкін. Ол 4-ші сыныпқа тым қарабайыр болуы мүмкін. Сондықтан жазып отқан кезде нақты неше жастағы балаға жазып отырсың, соны білуің керек. Сол екен мен жаңағы біздің балаларға жазу қиын деп айтатыны. Мысалы енді мен аңғарғаным сол екен. Былайша түсіндірілгенде 1-ші сыныптың киетін аяқ киімі 4-ші сыныпқа келмейді деген сияқты. Соны ескеру керек. Өзіне шақ болу керек қой. Сосын бізде балалар әдебиетте жалпылама кетеді. Оның ішінде мен мысалы балалар әдебиетінің өзін 3-ке бөлемін. Оның алғашқысы бүлдіршіндер әдебиеті, екіншісі балалар әдебиеті, үшіншісі жасөспірімдер әдебиеті. Түсінікті деп ойлаймын. Бүлдіршіндер әдебиеті ол балабақшадан бастап 1-ші, 2-ші сыныпқа дейін жаңағы тақпақты ғой, негізінен ол кезде тақпақ, жұмбақ жалпаштың өзі кішкене ауыр болуы мүмкін, бірақ солардың ұғымына сай. Ал одан кейінгісі балалар әдебиеті жаңағы кішкене күрделенген әңгіме, балалар поэзиясы деген сияқты. Ал жасөспірімдер поэзиясына хикаят,
балалар поэмасы, балалар поэзиясы, осындай ерекшеліктері бар. Сөйтіп келеді да біздің жаңағы осыны түсінбегеннен кейін, осыны аңғармағаннан кейін осындай пікірлер айтылады деп ойлаймын. Бірақ осы үшеуінде де жазылып жатқан шығармалар жоқ емес, бар. Қазір енді әртүрлі бәйгелерде, әртүрлі жобаларда замандастарымыз топ жарып жүр. Мүмкін сондай шығармалардың көптеп шығып таратылмауында шығар. Бізде сосын мемлекет табыстан балаларға арналған кітаптар шығады да, бірақ олар суретсіз, ешқандай безендірусіз, сол мәтін күйінде шығып жатады. Енді өзіңіз білесіз ғой, енді балаға қызылды жасылды, балаға деген кітап сыйлық сияқты болу керек қой, көздің жауын алып тұру керек деп ойлаймын. Енді бұрын біздің жаңағы балаларғаннан бастап, бұрынғы біздің қызметкерлер, балалар әдебиетінің қаламгерлер өте жақсы жұмыс істеген ғой, балаларға керемет кітаптар шығарып. Қазір бізге сол нәрсе үзіліп қалғанда, көп кітаптарды байқаймын, сол жаңағы мәтін күйінде таралады. Әрине ол енді оған бала қарайды да, енді мәтіннен басқа ештеңе оқығысы келмейді ғой. Мүмкін осы жағы да кем болып отқан шығар. Өткенде бір сұхбат оқып едім, Молдахмет Қаназ деген біздің керемет жазушымыз бар. Сол кісі бір сұхбатының мақаласында айтыпты, балаларға арналған кітапты безендірудің өзі, ол өз алдына бір көркем шығарма дейді. Яғни ол мәтініңіз бір бөлек, мына жақта безендіруіңіздің өзі бір бөлек болу керек. Анау жазушының, ақынның жаңа жазған соны екеуін үндестіру, мысалы сахнадағы режиссер сияқты болып тұр ғой. Сол. Анау сіздің суретіңіздің өзі сөйлеп тұру керек қой. Және енді ол суреттің өзінде де бірнеше мәселесі бар. Біздің баяғы классикалық үлгі бар ғой. Классик балдырғанды көріп өскен. Қазір енді жасанды интеллект дейді, жимен салады, планшетпен салады. Ол да балаға әсер етіп тұр ма? Қаншалықты әсер етеді? Соның барлығы. Жалпы балаларға арналған кітап солай жан-жақты дүниеге келетін нәрсе. Ол балаларға мен жазып қойдым деп шығара салмайсың. Суретшіңмен бөлек жаңағыдай сөйлесіп отырып безендіресің. Баспадан да қағаздың сапасына безендіресің. Аппақ болып жаңағы баланың көзін ауыртпау керек деген сияқты. Осындай артықшылықтары бар. Бәрекелді. Енді бұның бәрі кешенді түрде ескерілу керек болып тұр. Оның бірі жаңа стандартқа байланысты мемлекеттік қандай бір бұрындар болған болу керек. Қазір бар жоғын білмейміз. Енді біздің енді балалық шағымыз сол Қазақстан пионері, пионер, балдырған, енді қазір Ақжелкен дейміз ғой, солар арқылы сондағы бір тырнақалды бірдеңе шықса, соған бір марқайып деген сияқты сондай өтті. Енді ол қазір ол дәстүр бар дедіңіз ғой. Жалпы мынау жаңағы өзіңіздің сөзіңізден бір аңғарып қалдық. Жазатындар бар, бірақ та бір деңгейді ескеру, әйтеуір бала дегеннен кейін бәрін балаға деп жаза беретіндей осындай бір үрдіс бар сияқты. Балалар әдебиетін балалар фильмдерінен, әсіресе мультфильмдерден бөліп ала алмаймыз. Енді кезіндегі анау Қарлығаштың құйрығы не қайыр деп Әмен Қайдар ағамыздан басталады ғой. Сол сияқты сіздердің енді қазір осы тұрғыда бір ұмтылыстар, ізденістер, жетістіктер бар ма қазіргі деңгейде? Фильмдерде ма? Фильмдерге сіздерге енді автор болып жүрген, қазір осы күні бір осындай бір маған осындай нәрселер осы бізде ұнамды деген сияқты. Тікелей маған шыққан жағы өзіме қатысты көзім жеткен нәрседе айтайын. Мысалы, анимациядан режиссер жігіттер хабарласқан, жаңағы осындай мультфильм дайындап жатыр, соған әнге мәтін жазып берсең деген сияқты. Бір жағынан қуандым, әрине, қолымнан келгенше жазып бердім. Сол сияқты мультфильм болсын, фильмдерде де балаларға қалам тартып жүргендермен араласса, ол жақсы бір нәтижесін береді деп ойлаймын. Енді режиссер мысалы ол тек қана балаларға арнап түсіріп жүрген болмаса, балалар тақырыбына шыққан болмауы да мүмкін. Басқа бір саладан келіп, әйтеуір бір жобаның ұтып алып деген сияқты түсіруі де мүмкін. Енді жаңағыдай бірлесе істеп жатса, әрине құптаймыз. Кезінде енді біз жаңа сіз айтып отырған Қарлығаштың құйрығы неге айыр деген сияқты болмаса, балалар фильмдері, Менің атым Қожа, Балалық шаққа саяхат,
сияқты фильмдердің көпшілігі балалар қаламгерлерімен бірлесе отырып жазылып, болмаса сол шығармалардан өзегін тартып түсірген. Мысалы енді Абдулла Қарсақбаевтың өзі балалар қаламгерімен тікелей байланыста болған ғой. Ол кісінің өзі балалар кинофильмінің атасы деп атасақ болады. Жалғыз менің атым Қожа емес, 6 жасар алпамыс түсірген. Оның сыртында біз білмейтін қазіргі балаларға, қазіргі біздің экраны көп көрсетіле бермейтін қанша фильмдер бар. Мысалы балалық шаққа саяхаттың өзін фильм қылып түсірген. Осы балаларға арналған көп фильмді көрдім деген мен өзім сол фильмді көре алмай жүрмін. Себебі интернетте жоқ. Архивте болуы мүмкін. Архивте болуы мүмкін. Жаңағы шынында сол балалар фильмі осы әдебиетке келуіме, осы қызығуыма да қатты әсер етті маған. Себебі бала кезімізде біз сол жаңағы сүйрік деген, жүйрік болсаң озып көр, арман атаман, ауылым көктөбенің бөктерінде деген сияқты керемет мектепке барады. алпамыс Екібастан ауылым көктөбенің бөктерінде деген керемет фильм болады мысалы. Қалада қой жетектеп жүретін бала туралы. Енді оның ар жағында кәдімгі үлкен бір керемет бір көркем шығарма жатқаны түсінікті еді бізге. Кәдімгі бұл жай ғана жарық жұқ еткен бір жарқыратып қойған фильм ғана емес, кәдімгі ар жағында баланың тағдыры жатқан, үлкен тағдыры жатқан бірден бір фильмдер болатын сол. Қазір енді сондай фильмдер азайып кетті ғой. Қазір көре алмаймыз ба, мүмкін соның себебі жаңағындай балаларға арналған шығармалардың алынбайтын шығар. Отыра қалып енді біз жаза салатын сценаристер қазір фильмді солай түсірді ғой негізінен. Сөйтеді. Мықты сценаристерді іздеу салады да сөйтіп жазылады. Енді ол жерде біріншіден жаңағы уақыт бар, уақыт дедлайн дейді, сөйтіп жазады. Көп жағдайда сөйтіп солай өмірге келіп жатыр. Шет жағасында көріп жүрміз, мысалы Балапанның кейбір фильмдерін деген сияқты. Сосын балаларға арналған фильмдер де кинотеатрда азайып кетті қазір. Мен мысалы соңғы көргенім болмаған балықшақ шығар, Ақберен ағаның. Ол енді көркем шығармадан жаңағы өзегін алғаннан кейін ол жақсы түсірген. Мысалы сондай фильмдердің қарасы аз. Мүмкін енді көбею керек қой. Мүмкін жаңағыдай сол ортада бір байланыстың жоқтығынан шығар. Әйтпесе сондай бір байланыс болса, жаңағы мен бала кезімде ұнатып керемет жаңағы әсерленіп көрген фильмдер қазіргі балалар да солай көрер еді ғой. Енді мен мына жақта Жазда атамның ауылында, мысалы былай қарасаңыз, енді ауыл туралы дейікші. Сіздің енді мынау өлеңдеріңізбен біраз таныстығымыз бар ғой. Дәстүрлерді, салт дәстүрлерді мынау кішкентай жаңағы шумақтармен беруге, қысқа шумақтармен енді балаларға ыңғайлап солай тырысқаныңыз өте тиімді деп ойлаймын. Енді салт дәстүр демекші мынау қазіргі мынау мода сияқты тілдің өзі өседі, өнеді, өледі ғой. Сол сияқты тіл өзгереді. Мынау біздің тілімізбенен қазіргі мынау альфа, зум, сондай әркім ұрпақтар бар ғой енді. Олардың өзінің талғамы да, тілі де бөлектеу. Сол сияқты мынау ауылдың баласы, қаланың баласы деген сияқты әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, сол кездегі біздің ертегілердің өзі қазіргі балаларға сол ертегідегі сөздің 90% таныс емес болуы мүмкін. Мысалы, ізі бар, қадам жоқ, аяғының үш жерге тимей таяғының, қос қолын хайуан қарда салып, әніне салады екен баяғының деп арбаны баяғыда айтатынды. Енді қазір арбаны да білмейтін, хайуанның не екенін, аттың не екенін, ат арба да жоқ қой ауылда. Енді осындай нәрсені қалай ескеруге бола ма? Енді жазып жүрген шығармашы адам ретінде бала тіл деп отырмыз ғой. Осында жаңа ауыл баласы, қала баласы, ауыл адамы, қала адамы деген сияқты осы пропорция ескерілу керек пе? Болашақта бұл оқулық жасауға да қатысты, бұл жаңа өлең жазуға да тақпақ. Осы туралы бір әңгіме ой бөліссек. Шынымен жақсы байқағансыз. Ауыл қала баласы, өкінішке қарай біз сөйтіп шынында да бөлетін болып қалдық қой енді қазір. Оған енді осы 15 жылдың көлемінде өзіміз қалалық болғаннан кейін көзіміз жетіп жатыр да, ол қаланың баласы шынында көп нәрсені білмейді екен ғой деген. Ауылға әрине баратын шығар енді, барғанмен, бірақ анау өзінің санасына сіңбегеннен кейін, жанына сіңбегеннен кейін бәрібір кері тартып тұрады да, жаңағы арба деген сияқтар. Балалар ретінде жазуда осы нәрсе міндетті түрде ескеріледі. Себебі
өзім балаларым өсіп келе жатыр ғой қазір, өзім содан да байқаймын. Тіл деген шынында сіз айтқандай жанды нәрсе. Өте қиын сөздерді мен бұрын мысалы мынандай пікірде болатынмын. Тіл деген әрине қиын, бірақ ол балаға бәрібір түсіндіру керек деп ше. Тым жаңағыдай жеңіл қыламын деп балаларға жазып қарабайыр қылып жүруге болмайды деп ойлайтынмын. Бірақ енді қазір сәл өзгерді ол пікірім. Әрине тым қарабайыр қылып жүруге болмайды, бірақ тым жаңағы бояуын қалыңдатып жүруге де болмайды әрине. Себебі біз түсінетін қарапайым сөздердің өзін шынында түсінбей жатады балалар. Әрине әлі де сол пікірдемін, жаңағыдай тым қарабайыр қылып жүруге болмайды, жаңағыдай жеңіл болсын деп, бірақ жаңағы көркемдігінен кейбір сөздердің жоғалмауынан сақтану керек. Көркемін жоғалтпау керек әлбетте. Енді осы жағынан келгенде шынымен нәзік нәрсе өте, жаңағы балаларға кейбір сөздерді, кейбір ұғымдарды қатайтып жіберу, кейбір ұғымдарды беремін деп жирендіріп алмау деген сияқты. Сосын біздің ата-аналар, біздер қазіргі мысалы бүлдіршіндер әдебиеті ол ата-анамен бірге оқылатын әдебиет қой. Мысалы сіз балаға тақпақ жасасаңыз, әрине оны бір шумақтағы бір жолын түсінбеуі мүмкін, бір сөз түсінбеуі мүмкін. Сондайда ата-ана көмекке келіп түсіндіріп отыру керек деп ойлаймын. Біздің балаға кітап оқытудың өзі жаңағы ата-анаға тікелей қатысты ғой. Көп жерде сұрап жатады, балаға қалай кітап оқытамыз. Ол енді екі бастан біз осы кітапқа қатысты әлемдік жаңағы ғалымдардың зерттегеннің нәтижесі бірақ нәрсе екен ғой, сол ата-ананың кітап оқу екен, және бірге оқыту, басқа жол жоқ дейді. Қандай мықты ұстаз болса да, қандай жаңағы мықты ақша беріп оқытамын десең де, ол енді орта жолдан жүзеге аспауы мүмкін, бірақ әке шешесі кітап оқыса, бала соған еліктеп, соны көрген істейді. Осындай жағдайда жаңағы кейбір түсінбейтін сөздерді ата-ананың өзі түсініп отырып, балаға түсіндіру керек деген түсінік ұғымдамын өзім. Себебі жаңағы бір кітапты оқып отырып түсінбей тастап кетсе, беті қайтып қалуы мүмкін. бала беті қайтып қалады. Сондықтан ата-ана да жауапты болу керек, баланың кітап оқуына. Енді әрине жаңағыдай бәрібір де ақын жазушы болып кетеді деген емес. Кітап оқытудың өзі үлкен мәдениет қой. Кітап оқып өссе, енді санасына бірдеңе барады, кішкене көркем ойлау жағынан да, сауатты болу жағынан да, оқуды жазу жағынан да кітаптың ықпалы өте көп қой. Сондықтан балаға кітап оқытуда, жаңағыдай балалар әдебиетін оқытуда ата-ана тікелей ықпал ету керек, қатысу керек бірге. Жаңағыдай сөздер түсінбей жатса, бірге отырып талқылап деген сияқты. Енді жаңағы түсінбей жатса ауылға сүйрейлеп жүру емес, жаңағыдай түсіндіріп отырып бірге. Себебі жағдай сондай. Балаң жаңағы биік сөздің бірін түсінбей қалады. Енді оның ар жағында жаңағы біздің смартфон, техниканың заманы тұр ғой, енді сол кейбір сөздерін түсінбеуінен. Сосын жаңағы ауылмен де байланыс үзілген шығар. Оның жалғыз шешімі сол ата-ананың. Заман қаншалықты қиын десек те, балаға көңіл бөлу керек. Оның ішінде кітап оқытуда да кейбір жағдайда бірге отырып оқыту керек. Қаһарман дейміз ғой, балалар кішкентай кезімізден өзіміз мен төрт батыр деген ертегіден Алпамыс, Қобыланды, Ертарғын соларды оқып өскеннен кейін басқа жұрттың батыры бізден одан батыр емес сияқты солай өстік қой. Баланы кішкентай кезден бастап мына санасын, миын қазақ қаһармандармен жаулап алуымыз керек қой. Осы тұрғыда қандай қаһармандар болған болар еді. Мынау әлемдік үрдіс бар, әлемдік енді біз жаһандану дәуір дейміз ғой. Ол біз қымтап қоя алмаймыз. Кигіз үй сияқты кеулеп келіп жатқан сияқты. Осы тұрғыда енді әлемдік үрдісті байқап жүрсе, әлем әдебиетінің, балалар әдебиетінің біз осыған қарсы қандай қаруды пайдаланған болар едік? Баланың санасын ұлттық бояуда, колоритте ұстап тұру үшін. Шынында жақсы сұрақ, қаһарман керек пе деген. Мысалы біз бала кезде кітап оқыған кезде жаңағыдай бөлек қаһармандар кезіктірдік қой көп, бірақ бізге бәрібір жанымызға жақын қандай кітаптар еді. Біздің бәрібір жанымызға жақын
мысалы мен өзімді айтар болсам, Шерхан Мұртазаның Ай мен Айшасындағы сол Барыс хан, Саян Мұратбектің Жусанисіндегі сол Аян, болмаса сол шығармалардағы жалпы ізгілік еді ғой біздің қаһарманымыз. ізгілік. Ол енді қандай заман болса да, қандай қаһарман дүниеге келіп жатса да, қаншалықты біздің жаңағы кумиріміз болса да, ол қаһарман қай заманда қаһарман ізгілік болу керек деп ойлаймын. Ол сіздің жаңағы шығармаңыз айғайлап тұрмағанмен, астыртын көрініп тұрса да, жақсысын үйретіп жаманын жирендіріп тұрса да, соның өзінде қаһарман бар деп түсіну керек. Әрине енді қазір біздің балаларымыз жаңағы Бэтмен деп жатады, өрмекші адам деп жатады, неше түрлі кейіпкерлерді айтып жатады. бірақ енді оның ар жағында өтіріктің тұрғаны анық қой. Енді ешкім ғимаратқа өрмелеп жүрген жоқ, ешкім әлемді құтқарып жатқан жоқ деген сияқты. Сол біздің қаһарманымыз ізгілік болу керек деп ойлаймын. Шындыққа, мейлінше шындыққа құрылу керек. Өтірік бар жерде әдебиетте өміршең деп айта алмаймын. Сондықтан енді бүгінгі заманда қандай оқиғалар болып жатыр, тікелей балаларға қатысты қандай оқиғалар болып жатыр, соның өзі мейлінше жаңағыдай өтірікті жамап жасқамай-ақ, сол әдеби нормаларға сай жазылып жатса, бүгінгі балалардың түсінігіне сай жазылып жатса, соның жаңағы оның ар жағында бір ізгілік тұрса, соның өзі жетістік деп ойлаймын. Енді тағы да бір өлеңге кезек беріп отырсақ, балалық шақтан ақыр жаңағы балалар әдебиеті деп сол балалық шақтан бір өлең оқып берейін, естелігіміз. Жартынан деген. Сол ауыл сол үй мелшиген, сол еді неге мұнша үйім, алаңсыз шешем көрші үйге жұмсайтын еді күн сайын, сұрайтын зат көп өте тым, баяғы көңіл бермесе, шымырлап бойым кететін жартынан сұрап кел десе, жартынан жалғыз қорқыныш бермейтін емес уайым, отырсақ қамсыз нансыз сол тыныш, қалайда қайтып сұрайын, амал не үйден шығамын, санап ақ басып қадамды, қақпаға жетіп шыдамым бітіп те қалды жол әлгі, көрші үйдің үлкен адамы, мейірбан талан әжеміз, береді ақ бөліп тамағын, таусылса нан мен көжеміз, нан сұрау тұру міңгірлеп, мен үшін жанда ең сорлы, әзер ақ басып кірдім кеп, көтереді алмай еңсемді, әлбетте түгел бәр үйде жанашыр көзбен қарайды, біледі нан ба, әрине шаруам сол ғой талайғы, қолымда міне жартынан, жартыкеш және көңілім, сұрауға батпай тартынам өтердей солай өмірім. Содан соң талай жұмсалдым, жартынан сүт, ұн, шекерге, араға қанша жол салдым, төзімі мықты екен де, күйгіндер тыста отырып, қайтамын ішке салып от, айтамын сосын өтірік, таусылып қапты наны деп, ол өткен өмір, осы күн, сөреде түрі тұр самсап, қақпайсың көрші есігін, жартынан жеуді мұңшаңсап, аязбай ұқсап баяғы, бүтін нан алып бір ғана, жартысын бөлек қоямын, келердей сұрап бір бала. Бұл да өмірдің шындығы. Енді сіздер 90-шы жылдардың басына туған ұрпақ. Жарық жоқ, тамақ тапшы кездің енді өмірдің шындығы. Енді қазір қазақ айтпақ жит басына іркіт төгілген дейтін заман. Сол аштық тоқтықтың сол қадірін қазір балалар біле қоймауы да мүмкін. Енді елімізде тек қана осы тоқшылық болсын дейміз. Енді жалпы осы тағы да жалғастырып отырсақ, мынау балалар әдебиетінде бағана өзіңіз жаздыңыз ғой, айттыңыз ғой. Мынау баланың әрбір сөзді талдап қолдану керек деп. Сол сияқты мынау бізде тақпақпенен өлең деген сияқты да біз ажырата білмес сияқтымыз. Тақпақ айтып деп баяғыда солай айтатын. Негізі тақпақ азайып, өлең дегеніміз көбейіп, оқулықта да мәселеге оралармыз. Осы тақпақ пен өлеңнің балалар әдебиетіне қатыстылығы туралы қандай ой айтқан болар едіңіз? Шынында өте жақсы байқапсыз. Тақпақ пен өлеңнің айырмашылығы бар. Бізде жаңағы түсінік қызық қой. Балалар жазса тақпақ жазады деп ойлайды да.
әрине тақпақ жаза алсаң жақсы. Себебі балалар ішіндегі ең қиыны тақпақ жазу. Балаларға арнап өлең жазу енді оңай деп айта алмаймын, бірақ енді өлең жазып жүргеннен кейін әйтеуір сол тәжірибеңе салып, өзіңнің жаңағы ақындық күшіңе салып жазып шығасың, қиналып отырып. Бірақ ең қиыны тақпақ жазу. Ол тақпағың қиын болатын себебі анау жаттатып отқан баланың санасына бірден жетіп жаттап бір-екі қайталана жаттап алатындай болу керек қой. Мысалы қазір біздің менің миымда сайрап тұр, бала кезінде жаттаған тақпақтарым сайрап тұр да. Мысалы пеш түбінде мысық отыр, екі көзін қысып отыр, тышқан етін жегісі келіп, тісі оның қышып отыр. Мысалы сол сияқты қандай тақпақ бар? Апаң сенің базардан алма сатып әкелді, ең дәмдісін саған таңдап берді. Иә. Автор әнуарбек дүйсенбиев Иә. Не деп барып жеу керек дейтін. Иә. Не деу керек деген өлең екен. Негізі ұзын өлең. Не деп барып жеу керек, рахмет деу керек деп еңдесім деген. Сол сияқты көп қой. Кез келген үлкен көшеде үлкен кісіден сұрап алсаңыз, осындай тақпақтар айтады бала кезінде жаттаған. Оның себебі жаңағы миыңа бірден жетіп, миыңда қалып қояды. Мысалы, ұзын құлақ сұр қоян естіп қалып сыбдырды, ойлы қырлы жермен атқып жүгірді. Қарап еді артына қиығын сап көзінің, келе жатқан томпаңдап көжек екен өзінің. Бұға қарасаңыз бірден жатталып қалады, және ең қызығы бұл екі-ақ шумағыңызда бүкіл драматургия бар да. Бүкіл бір әңгіменің жүгі анау қарасаңыз. Динамиканың өзі. Сурет көз алдыңа келеді, болмаса бір шағын бір мультфильм көз алдыңа келеді. Мысалы, сондай нәрсе қазір жаза алмайсың. Біздің жаңағы балаларға арнап жазудың қиын дейтіні сол. Жаңа өлең жазуға болады, балаларға арнап өлең, балаларға поэмасы дегенде бар бізде. Поэманы да айтып жазып шығарсың, бірақ ең қиыны тақпақ жазу. Мысалы, мына бәріміз білеміз, мектеп мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Мысалы, соны бәріміз білеміз, автор білмейді екенбіз. Авторын білесіз ба соны? Мұқағали, жақсы білесіз. Мұқағалидікі екен. Осы Мұқағалидың өмірінде балаларға арнап жазған екі тақпағы бар, соның бірі осы. Сол тақпақты бірде Мұқағали балдырған редакциясының жақта жүрген бе, әйтеуір Мұзафар Әлімбаев ұстап алып, кабинетке кіргізіп қамап қойып жазғызыпты. Сол Мұзафар Әлімбаевтың жаңағы осындай қамап қойған арқасында бәріміз жатқа білетін осындай тақпақ қалды да. Жағы да шығады ғой біздің, мысалы, балаларға арнап жастар жаза бермейді дейміз. Мұқағалидың өзі жазбаған, екі-ақ тақпақ жазған, соның өзі халықтық мұраға айналып кеткен. Мысалы, бізге осындай нәрсе жетіспейді да. Енді тақпаққа келсек, бүгінгі мысалы балдырған журналы бірінші бетін ашсаңыз, кім тез жаттап алады деген айдар бар. Бұл жерде тақпақ беріледі, жаңағы бүлдіршіндерге арналып жаттауға. Сол жерде көп байқаймын, сол баяғы біздің үлкен қаламгерлерімізден қалып кеткен тақпақтар шығады. Жаңағы айтқан тақпақтар, сосын мұзағаңдардан, мұзағаңдардың, қадырлардың тақпақтар шығып тұрады да. Бүгінгі балаларға жазып жүрген жастардікі болмаса, бүгінгі балалардың тақырыбын қамтитын тақпақтар шыға бермейді. Неге? Өйткені жазылмай жатыр. Менің мысалы балалар әдебиетіне бірдеңе жазып жүрмін деген менің өзімде бір тақпақ жаза алмай жүрмін әлі. Мен қазіргі үлкен бір алдыға қойған мақсатым жете алмай жүрген дүнием осы тақпақ. Қиын ше, бірдеңе жазғың келеді, бірақ қиын. Бір жазған нәрсе бар, бірақ енді жаңағыдай баланың жаңағы бірінші санасына кіріп тұрмағаннан кейін, бұл біріншіден өзіңе ұнамағаннан кейін өзің тақпаққа санамайсың да. Шынында жақсы аңғарғансыз. Тақпақ жоқ бізде қазіргі. Барша, бірақ қазіргі заманғы тақпақ. Қазіргі заманғы. Мысалы, қазір енді жаңағы айтқандай сол техниканы, технологияны кірістіріп, болмаса бүгінгі тақырыптарды кірістіріп жазуға болады, бірақ жаңағыдай қиын. Айналып келгенде үлкен бір, мүмкін ол тақпақтың қалай келетінін де білмеймін. Мүмкін өзі келетін шығар, бір күн тарс етіп түсетін шығар, әлде бір қиналып жазу керек пе екен. Әйтеуір тақпақ жазудың машақаты көп екен. Мүмкін бұрынғы сол тақпақтарды әбден жаттап, зерттеп, соның формаларын қарап сөйту керек шығар. Енді өзім қазір мысалы жаттап жүрмін, тақпақтарды көбірек жаттауға тырысып жүрмін. Енді бұйыртса жазамыз деген ойдамыз. Биағаң
жаңағы бейімбет майлин өз шығармаларын жазарда кейде анау зайыбын сөйлетіп алады екен ғой, бір ситуацияға кіргізіп. Сол сияқты енді иә үйде балалар бар, кішкентайлар бар. Енді олар бетті ұрпақ па, солардың өмірлік тәжірибеден алатын шығарсыз. Сол сияқты сол балалар ертең қызығып оқитындай болу үшін басында да бір сол сұрақ болды негізі. Мынау комикстер дейміз, басқа дейміз, бір әлемдік үрдіске сай, мүмкін жаңа жанр ма екен, жаңа подача дейміз бе, сондай бір қандай басқа енді сондай нәрсе берсек деген ойлайсыз? Қалай жақсы соларға ұсына аламыз сондай бір жаңашылдықпенен, жаңа мынау техникалық, технологиялық жетістіктерді пайдалана отырып, эксперимент дейміз ба? иә комикс шынында жақсы жанр ғой. Мысалы жаңағы Айбоздың өзінде комикс бар. Оған назар аударуда, жаңағыдай бәйге беруде ол жақсы үрдіс деп ойлаймын. Сапа, жаңағыдай бәйге болған жерде сапа болады ғой. Ал өзімді тікелей енді комиксті соншалықты қарап жүрмін деп айта алмаймын. Өзімде әлі комиксқа қызыға қойған жоқпын. Мен қазіргі ойлап жүргенім сол тақпақпен жасөспірімдерге арналған хикаят. Бүгінгі балаларға, орта сыныптағы балалардың өмірінен, болмаса соларға қажетті бір хикаятты ойластырып жүрмін. Формасы барлығы ойда тұрып бір жазуға мүмкіндік болмай жүр. Бізге балаларға арнап шығармалар жазылып жатыр ғой. Хикаяттың өзі де бір кемшіндеу. Болмаса енді өзімнің миымдағы, өзімнің санамдағы, өзімнің ережелеріммен бір жазып шығып көргім келеді. Құдай қаласа сондай бір жоспарлар бар. Ал енді комикс жағы заманауи технологияларды кірістіріп, болмаса жиды араластырып жазу дегенге білмеймін енді оған. Мен суреттің өзін жаңағы дәстүрлі форматты қолдаймын. Реалистік бағыт дейді, оны лиризм деп те атайды. Сол бағытты қолдаймын. Қазір өзімнің баспам бар, жеке зият деген. Сол жерде біз Бердібек Соқпақбаевтың бұрын кітапқа шықпаған әңгімелерін архивтан тауып кітап қылып шығарғанбыз, ағасы мен қарындасы деген. Мысалы сол жерде бүкіл суретті мен қолданыса алдырдым. Сол реалистік бағытта. Жаңағы айтқандай сол өзім көркем суреттің өзі, кітаптың безендірінің өзі бір көркем шығарма деген ұстанымдамын. Суреттің өзі сөйлеп тұру керек. Ана бала мәтінге қарамай тұрып суретті көргеннен ақ қызығып кететіндей, тартып алатындай болса деген түсініктемін. Сөйтіп сол кітапты шығардық. Биыл қазір Әнуарбек Дүйсенбиевтің Ақмамам деген кітабын дайындап жатырмыз. Онда да солай 100% сурет реалистік бағытта. Қолмен қазір енді суретшіге тапсырдым. Бұйыртса соны шығарсақ, сөйтіп балалар әдебиетінің жаңағы тақпақ дегенге кішкене өзім бір үлесім. Бұрынғы біз жаттап өскен тақпақтардың, бірақ бүгінгі балаларға да керегін, бүгінгі балалар жаттай алатын іріктеп шығарғым келеді. Жеке-жеке серия қылып арнайы. Бұйыртса соның алғашқысы осы Әнуарбек Дүйсенбиевтің кітабы жарық көреді, Құдай қаласа жақында. Бұйыртса содан кейін жүйелі түрде жұмыс істейміз деп ойлаймын. Сұраныс әрине бар ғой. Сонда жаңа қазіргі заманда енді тек жазушы, баспагер, тасымалдаушы, сатушы деген бір үлкен маркетингтік тізбек қой. Осы жағынан бізде жолға қойылған ба? Сол жағы туралы бір айтып өтсеңіз. Баспа үйім бар дедіңіз ғой. Мысалы оның оқырманға жеткенге дейінгі процесс қалай болады мысалы? Әрине қазір енді қуанатында жаңағы әттеген дейтіндей жағдайлар бар. Біз қуанатынымыз, балаларға көп кітап шығып жатыр. Баспалар да көбейе бастады. Бірақ жаңағы әттеген дейтін енді сапа. Жаңағыдай біріншіден жаңа сіз айтқандай жиды пайдаланып, болмаса басқалы технологияны пайдаланып суреттер салдырады. Оның ішінде кейде қорқынышты суреттер жүреді. Суреттің өзінен бала тұрып өзін қорқып кететін жағдай болады. Ондайға мән беру керек. Енді бала соның барлығы ескерілу керек. Жаңағы сатуға дейін кітап шығуының өзі үлкен процесс қой. Жаңағыдай әңгіметтік суретшімен ақылдасып отырып, керек болса психологпен де кеңесіп отырып, мысалы сурет балаға қалай әсер етеді. Мысалы психологтар айтады екен, балаларға арналған кітапта бір бетте бірнеше түс болмау керек деген сияқты. 2-3 түстен артық түс болмау керек. Кішкене жаңағы бос алаң көп болу керек деген сияқты.
осындай нәрселерді ескере отырып кітап шығару керек. Ал бізде көп жағдайда балаларға арналған кітаптар тым әсірелеп жібереді да, жаңағы шоколадтан қабық сатып жібереді ғой бәрібір мозаика қылып жібереді ғой. Мысалы оның барлығы санаға әсер етеді. мысалы мынау ненің қаріптің несі дейміз ғой, шрифттің шрифт, баданадай болу өлшемі. керек деген сияқты. Мысалы қағаздың түрі. Сіздер енді осының баспаларыңызда осының бәрін ескересіздер ме? Мысалы мен ол өзім ескеремін. Себебі ол мысалы бізде ұлан газетінде жұмыс істеймін, сол кезде бір кісі бізге хабарласқан болатын. Мына газеттің соңғы беті әріптер кішкентай болып тұр. Бала тұрма үлкендерге де кішкене көрінуіне ауырлы болып тұр деп хабарласқан. Сол кезде мен көзім жеткен. Шынында кәдімгі мән беру керек екен ше. Шрифттің үлкендігіне, баланың көзін сығырайып кетпеуіне әсер ету керек екен. Шынында үлкейтіп беру керек. Үлкенге де қатты үлкейту емес, жаңағыдай өзінің басқа кітаптармен салыстырып, болмаса балаңа көрсетіп деген сияқты. Тәжірибе жасап барып, ескеріп барып шығару керек екен. Ол шынында оқырман оған қарайды. Енді біз енді болашақта үміткер халықпыз ғой. Австралияда 14 жасқа дейінгі балаларға гаджет ұстауға тыйым салынды деп жатыр. Францияда заң қарастырып жатыр дейді. Жапонияның балалары мынандай телефон ұстамайды деген сияқты сол үрдіс дамитын ел бізге де келетін шығар. Сондықтан да енді мынау нарық, болашақтағы нарық, кітап оқу нарығы көбірек болады деп ойлаймыз. Біздің бүгінгі студиямызға келіп көптеген ойларыңызбен бөлісіп, осындай келгеніңізге рахмет. Жалпы жас оқырмандарыңызға, біз әдебиет порталы жалпы оқырмандарына қандай тілек айтқан болар едіңіз? Жақсы, сізге де рахмет. Осы орайды пайдаланып, жақсы бір әңгіме айттық деп ойлаймын. Астанаға келгеннен кейін әдебиет порталын қарап отырамыз. Ағаларымыздың да, замандастарымыздың сұхбаттарын көріп отырамыз. Сондай кезде өзімді айтып қалғым келетін нәрселер болады. Сондай мүмкіндік беріп отқандарыңызға рахмет. Жақсы бір. Енді көп балалар әдебиеті мысалы өзінің ішінде бірнеше жанр бар дедік қой. Оның айналасында мәселелер өте көп енді. Көп нәрсе айтуға болады, бірақ ықшамдап болса да біразын айттық деп ойлаймын. Енді өзімізде жас болдық, жаспыз ғой, бірақ жаңағыдай әдебиетке енді келген кезде масайрап, жаңағыдай тек қана өлең жазамын, тек қана өзімді салып кетемін деген сияқты бір үлкен амбициялар болды. Енді қазіргі жазып жүрген үлкендерге әрине өз замандастарымызға ақыл айта алмаймыз. Бірақ енді жазсам дейтін, жазып жүрген, енді студент атанып жатқан жас қаламгерлер болса, әрине жазу деген жақсы, бірақ мейлінше көбірек оқуға, зерделеуге, ізденуге уақыт көбірек жұмсаса деп ойлаймын. Жас кезде. Себебі уақыт өте келе оқуға уақыт қалмай қалады екен. Қанша жерден мен жаспын десең де, заман өзі алып келеді, оқуға, бір кітап оқуға уақыт болмай қалады, уақыт табудың өзі қиын болып кетеді. Сондайда ең тиімді, ең ыңғайлы уақыт осы мектеп кезі мен студент кезі екен ғой, көзім жеткен. Сол кезде қарпып қалу керек. Сол кезде оқу керек дүниенің біразын оқып алу керек екен. Классикадан бастап біздің әлем әдебиетінде, қазақ әдебиетінде мейлінше көбірек оқу керек деп ойлаймын. Оның үшін нені оқу керек деген кезде біздің Әбіш Кекілбаевтардың Мағауиндердің жасап кеткен тізімі бар. Сол тізімді қарап соның өзінше оқыса да жаман болмайды деп ойлаймын. Ал енді жазғаннан кейін балалар әдебиетіне де көңіл болып қойса, жанашырлық танытса, әрине қуанамыз. Себебі жас кезден қалам тартып, жас кезден бағыттайтын болса, үлкен жетістіктерге жетуге болады деп ойлаймын. Осындай сыйлықтың неше атасында алынады деген сияқты. Оның сыртында кішкене балалар әдебиетінің жаңағыдай ішкі мәселелермен біраз таныс болып, кішкене тәжірибесін қалыптастырып үлгереді деп ойлаймын. Себебі балалар әдебиетімен ерте жастан айналыспасаң, біз қазірде бар үлкен қаламгерлер жүреді, осы балаларға жазып көрейінші дейді да, содан кіріседі, одан жаңағы шимай шатпақ болып кетеді, болмаса жаңағыдай айтқанымыздай қиын болып кетеді, балалардың түсінігіне келмей қалады деген сияқты екі арада түсінбестік пайда болып қалады. Ал енді жаңағы жастай кіріскеннен кейін ол біршама таныс болып қалады да, айтарлықтай жаңағыдай жетістікке жетуіне ықпал етеді оның барлығы. Сондықтан енді оқуға мейлінше соған көбірек көңіл бөлер едім. Мысалы өзім уақыт болса мүмкіндігінше оқуға жұмсар едім. Рахмет. Мынау біздің
жас көрермендерімізге балалар әдебиетімен шұғылданамын деп жүрген талапкерлерге үлкен шеберлік сабақ болды деп ойлаймын. Бүгінгі сұхбатымыз балалар әдебиеті төңірегінде өрбіді. Сонда салиқалы сұхбат болды. Уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Бүгінгі алып жатқан марапат сыйлықтарға ұласа берсін. Шығармашылық табыстар тілейміз. Аман болыңыз.